Агата Кристи, детектив әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі. Аты әлемге әйгілі ағылшын жазушысы. Толық аты Агата Мэри Кларисса Миллер. Оның әңгіме жинақтары 4 миллиардтан астам тиражбен сатылып, 100 тілден көп тілге аударылған. Ғайып болған миллион әңгімесінің негізінде фильм түсірілген. Сіздердің назарларыңызға әлем мойындаған жазушының әңгімелер жинағын қазақ тілінде ұсынамыз. Ғайып болған миллион кітабына жазушының 11 әңгімесі еніп отыр. Кітап 160 беттен тұрады. Ағылшын тілінен аударған Ахметов Әділ Құрманжанұлы. Агата Кристидің еңбектерінің бір ерекшелігі, әр кітабы алдыңғы туындыларының жалғасы іспеттес болды. Алғашқы романының басты кейіпкері Эркюль Пуаро, оның кейінгі еңбектерінде де оқырман назарынан тыс қалған жоқ. Лондон Шотландия бірлескен банкінің Нью-Йорктен жөнелткен $1 миллион тұратын облигациялары Олимпия кемесінен адам түсініп болмайтын жағдайда ғайып болды. Кілт тек 3 адамда ғана болған.